Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ең оңай тіске басар деп айтсақ та болады. Тіске басарымыз түрік тағамы сигара бөрек деп аталады. Қараңыздар, şimdi қандай керемет. Видеоның басынан соңына дейін менімен бірге болыңыздар, бірге жасап үйренейік. Ал құрметті көрермендер, онда біздің бүгінгі тіс басарымыз түріктің түрік тағамы, яғни өздеріңіз де жақсы білесіздер, сигара бөрек деп аталады. Сигара бөрекке бізге бүгін лаваш қажет, дөңгелек творог қажет, яғни ірімшік, және сыр, моцарелла, бүгін менде моцарелла, және шпинат жапырақтары қажет болады. Шпинат жапырақтарын біз ең бірінші блендерға салып езіп аламыз. Жақсылап жуып алдым мен. Езіп алайық. Мінекей, құрметті көрермендер, творогымызды сулы болса, суынан қатты ситаға, яғни сүзбеге сүзіп алыңыздар. Шпинатымызды өткізіп алдық майдалап. Енді бізге лавашты, яғни қатырлақтан дейді ғой, 4 бөлікке бөліп аламыз. Мінекей, осылай 4 бөлікке бөліп алдық. Енді келесі сырымызды өткізіп аламыз. Теркамыздан. Енді творогымыздың үстіне өткізген шпинатымызды саламыз. Келесі дәмдеуіштерімізді саламыз, яғни тұз, қара бұрыш, азғантай паприка және дәмдеуіштер. Көп қажет емес, азғантай болса жетеді. Келесі қара бұрыш және тұз. Ал келесі ірімшік, моцарелла. Мінекей, начинкамыз дайын. Ал келесі жасайтын жұмысымыз лаваштың ішіне начинкамызды саламыз. Екі жағын қайырып, бөрегімізді ораймыз. Су алып алыңыздар лавашқа. Су жағу керек. Это жабыспай қалады. Мінекей. Барлығын осылай орап шығамыз.
Мінекей құрметті көрермендер, бөректеріміздің барлығын жақсылап орап алдық. Енді қызып тұрған майға қуырып аламыз. Мінекей қазанымызға майымызды құямыз. Майдың өте көп қажет емес, сұйық майдың. Осы бізге жетіп қалады. Мінекей құрметті көрермендер, осылай екі жақ бетін аунатып, бөректерімізді қуырып аламыз. Мінекей қараңыздаршы, қандай керемет. Мінекей құрметті көрермендер, біздің сигара бөрегіміз дайын болды. Қараңыздар, қандай керемет. Ал құрметті көрермендер, ондай болса, бүгінгі біздің тіске басарымыз түрік тағамы сигара бөрегіміздің дәмін көрейік. Қытырлап тұр енді. Қараңыздар. Bismillah. Ыстық. Өте керемет. Жұмсақ, нәзік. Ауызға салсаң еріп тұр. Керемет, құрметті көрермендер, жасап көріңіздер. Өте дәмді шыққан. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі көріскенше сау саламатта болыңыздар.